Сәлем, қалдарыңыз қалай? Жалпы бүгінгі таңда, бүгінгі қоғам, осы ғасыр, біздің ғасыр, жаппай адамзат баласының білімге, ғылымға, өнерге бет бұрған заманы десем қателеспеймін. Барлық адам қазір ізденудің үстінде, не істесек екен, қалай істесек екен, қалай жетістікке тез жетсек екен деп жанталасып жүрген жалпы білімнің ғасыр деп айтайын. Білімнің өзі, ғылымның өзі, сіз 100 жыл өмір сүрсеңіз, 110 жыл оқып таусылмайтын ғылым бар, сіздің өміріңізден өтіп кетеді. Іздене берсеңіз, дүние өте көп, түбіне ешкім жетпейді. Сондықтан сіздің қазіргі жағдайыңызға, состоянияңызға сізге жалпы не керек? Соны талғаммен талғап алып, соны ғана оқып, соны ғана іздену керек. Біреу үшін махаббат, біреу үшін бала, біреу үшін ақша, біреу үшін адамдармен қарым-қатынас, біреу үшін тіл байлығын жетілдіру керек. Біреу үшін жәнегі өмірде әке-шешесінен сынақ, біреу үшін денсаулығынан сынақ. Кімге не керек, соны ғана тауып алып, өзін ары қарай ұштастыру керек. Ары қарай өмір сүруіндегі өз деңгейіне, өзіне қажетті нәрсемен ғана айланысу керек жалпы. Біз қазір не істейміз? Бұлапыт қылып алдық. Онлайн деген, гаджет деген, жалпы Инстаграм, интернет деген не болса соны береді. Қазір быт-жыт миымыз ағып, кейбір адамдар тіпті шатасып жатыр екен. Кейбір соның кесірінен жаңағы өзгенің мақсатына, өзгенің арманына жұмыс істеп жатқан адамдар қаншама. Біреулер үшін интернет мүмкіндік болатын болса, біреулер үшін зиян, расымен зиян. Бәленбай сағат отыруға болмайтын адамдар бар телефонда. Мысалы, сіздің көзіңіздің көруі нашар болса, сіз қаншама сағат, 4-5 сағат бойы қатарынан телефонмен компьютердің алдында отыруға болмайды сізге. Керісінше сіздің көзіңізді жақсартатын, көруіңізді жақсартатын неше түрлі мықты жаттығулар бар. Солармен жаттығып, сіз соны орнына келтіріп алуыңыз керек. Біз жаппай ақша, қазіргі қоғамның дертін айтайын, жаппай кредит жабу, жаппай бай өмір сүру, жаппай шетелге қыдыру, шетелде жүру дегенге көшіп кеттік. Шетелдегі адамдар адам емес пе сонда? Шетелде де тура осындай өмір бар, болды. Біздің көрмеген нәрсеге, өзгенің жылтырағына әуестену деген нәрсе өте көбейіп кетті. Сондықтан одан сақтаныңыздар. Осының салдарынан осыдан қаншама опық жеп атқан адамдар бар. Жаңадан аяғынан тұрып жатқан жас семьялар бар. Біреулерді көреді да интернетте, мен де сондай боламын дейді. Өзгенің, мен ылғи да айтамын, бір адамның тағдыры бір адамдікіне ұқсамайды. Әр адамның тағдыры басқа. Әрбір адамның басында әр түрлі проблемасы бар. Сен бұлай жаса, сонда болып кетеді деуге болмайды. Тек қана өзіңіздің состоянияңызға, өзіңіздің проблемаңызға, өзіңіздің мақсатыңызға ғана жұмыс істеп үйреніңіз. Болды. Кітаптың өзін оқудың өзі қазір қауіпті. Кейбір кітаптар сіздің миыңызды шаршатып, миыңызды өзі санаңызды мүлде басқа жаққа алып кетуі мүмкін. Сондықтан өте талғаммен қазір талғамның биігімен өмір сүретін заман. Талғам керек. Әйтпесе ананың таңсығын, мынаның таңсығын алатын заман емес. Ол кеткен. Бұрын болатын, сондай дүние шығыпты, соны көру керек. Тіпті бір киімнің өзі, білесіздер ғой, мысалы, Adidas деген бір Adidas шығыпты, Adidasты киіп көру керек. Қазір қызық емес қой. Тура сол сияқты тамақтың өзін қазір талғаммен жеу керек. Ауру астан деп қазақ атам айтып кетті. Бар екен деп не болса соны жеуге болмайды қазір. Мынау киім екен деп не болса соны киюге болмайды. Киімнің өзінің бағыттарын өзі байқап жүрсіздер қалай. Жастар бірге кетіп барады. Кейбір кәрілер жас боламыз деп жатыр. Сондықтан мен айтқан болар едім, қазір мынау талғамның, руханияттың биіктейтін заман. Өз ішіңіздегі рухыңыз мықты болмаса, көрінгеннің айтқанына еріп кете беруге болмайды. Әркім өзінің қажеттілігіне, өзінің мақсатына, өзінің мүддесіне, өзінің өмір сүру салтына сай талғап, таңдап алу керек. Білімнің өзі сондай. Білім
өзі айтылған жалпы тәрбиесіз берілген білім ең қауіпті білім деп. Сондықтан білім іздедік екен деп, барлығын білуіміз керек екен деп, интернеттегі жылтырағанның бәріне еріп кете бермеңіздер, құрметті ағайын. Иә, қараңыздар, көріңіздер, бірақ өте талғамдарыңызды жоғарылатыңыздар. Сонда барлығы керек.